Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін сіздермен жыл мезгілдері туралы қызық ақпараттармен бөліспекпіз. Қай мезгілде тусаңыз, мінезіңіз соған сай болады дейді. Жылдың қай мезгілінде дүниеге келдіңіз? Соған сәйкес өзіңіз жайлы бірер қызықты ақпаратқа назар аударыңыз. Қыс айында туғандар өзінің туған күнін аса жақсы көрмейді. Махаббатқа құштар, сөйте тұра үлкен сезімді бастан кешуге қорқады. Ішкі әлемі қарама қайшылыққа толы. Бұл сыртқа айқын байқалады. Күрделі мәселе туғанда өзін қол-аяғы байлаулы адамдай дәрменсіз сезінеді. Өйткені көбіне жағдайды жақсарту үшін не істеуге болатынын білмейді. Мұқтаж жанға көмек қолын созуға әрдайым әзір. Әйткенмен, уақыт пен энергиясын неге басқалар үшін сарп ете беретінін өзі түсінбейді. Табиғатынан интроверт, алайда қарым-қатынастың қаншалықты маңызды екенін түсінгендіктен үнемі адамдармен араласуға талпынады. Көктемде өмірге келгендер. Есте сақтау қабілеті жақсы. Әр жағдайдың қашан және қалай болғанын жатқа айтып отырады. Көп жағдайда өзін бір орында тұрғандай, не тұйықталған жолда айналып жүргендей сезінеді. Еркін шығармашылықпен байланысты іспен айналысады. Жабық кеңседе отыру, жұмыс кестесі туралы ойлаудың өзінен шошиды. Сұрақтар қойып соған жауап алғанда іздегенді жақсы көреді. Басқалардың өзін ерекше, маңызды, керекті, пайдалы сезінуіне оп-оңай жағдай жасайды. Сериал көргенді жаны сүйеді. Әртістердің шығармашылығы мен жеке өмірі жайлы көп нәрсе біледі. Дүние есігін жазда ашқандар. Басқалардың көңіл күйі өзгерістері сіз үшін маңызды, өйткені ол сізге де әсер етеді. Сәннен хабарыңыз бар, эстетикалық талғамыңыз биік, өтірік айтқанды суқаныңыз сүймейді. Тәтті өтіріктен ащы шындық артық деген ұстанымдасыз. Өзіңіз сенген нәрсе үшін соңына дейін күресесіз. Бір беткейсіз, бірақ орны мен шегін жөнін білесіз. Күздің тумалары. Қанша мойындағыңыз келмесе де, сіз өзгелердің пікіріне тәуелдісіз. Әуенді жақсы сезінесіз. Жақсы ырғақ пен нашар ыңылдауды ажырата аласыз. Бет жүзіңіздің мінсіз болғанын қалайсыз. Пайда болған әрбір бөртпе безеудақтармен күресіп, жеңбей тыңбайсыз. Ақшаны жақсы басқарасыз. Қарыз несие алғанды құптамайсыз. Ақша жинай аласыз. Әркімді ұната бермейсіз. Біреуді сүйсеңіз, құлай берілесіз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі сіздерге ұсынған қызықты ақпараттарымыз ұнаған болса, қазақша контентті қолдап, арнамызға тіркеліп, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер.